Всем привет, Парна Салем, Жентя. Как вы уже заметили, сегодня у нас будет кетрить будем школу. Мен туда видеоны подряд түсіріп жатырмын. Вот. Сіздермен бірге мен Сымбат, менің арамаға қош келдіңіздер. Мен сен амандасқымыз кетпін. И достар, яғни подряд түсіріп жатырмын, потому что менде басқа видео түсіретінім жоқ. Сабаққа барғандықтан осындай видео түсіруге тура келеді. Бүгін өзгеше қылып түсіруге тырысамын негізі. Мен қазір бетімді жуып, түсімді жуып болдым. И дәл қазір мен сабаққа дайындалып жатырмын. Мне кажется, что моя подруга бармайды сабаққа. Бірақ барады, потому что она сказала мне, что пойдет. И мы осындай крем жағып аламыз. Мен уже макияжымды біліп алған шығарсыздар, я мектепке жасайтын. Или мен көрсетпедім бе? Мен сөйтіп шығатын боламын. Мен вообще кішкене ғана жаған, бұндай заттар тұрмай ғана. Деген заттар түшем. И қасымда тарайтын. Мен қасым тармай жүре алмайды екен. Потому что ол түзілмей тұрады. Содан кейін түзілуге тура келеді. Я очень волнуюсь. Oh my god. Вообще. Керлер. Дұрыс көтеріледі қазір. Мына кірпігім жұлын көтеріп жатыр. Карандаш для губ. И бальзам. Менікі сумкамда. Ой, бальзам деппін ғой, блеск. Так, енді көзіміздің астына. Вот, осындай шықты. Қаттырақ көтеріп, потому что что-то көтерілмейді. Менің макияжым бітті, енді киімімді киіп. Мына жағым бәрі бақырсып кетті. И знаете, мен кеше түнде сағат 1-лерде ночкиді киіп қарадым сотканы. Но и то мына жаққа отырып. И почему? Потому что мынау негізі нулевка ғой. Бірақ дейтін, прикиньте, бұл защищает көзді. Я вообще об этом не знала. И мен көрдім, короче, ауырып жатыр, ашып жатыр, да. И я одела эту очки. И типа защита. Короче, қорғады. Прикиньте. Көзім қойды ауырғанды, соткада қарап едім, ауырмады. Просто трэш. Короче, қазір мен подружкама звондадым, алды, поэтому меня барам деді. Жаным тынышталды. Вот. И мен инстаграмда осы рюкзагыма обзор жасап қойдым. Ютубта жасамасам да. И потом біз бүгін осы сумканы дене шынықтыруға жинайтын боламыз. Мен кеше бұны ұстап бардым. Ішіндегісін шығардым, потому что мына киімдер, мен киімдерім даже мыжылып қалуы мүмкін. Солай. Біз қазір соны жинайтын боламыз. Достар, я тупая, потому что мен жынды құсап, сабаққа баратын кезде шашымды қиын деп жатыр. Кеше ол туралы ойлағам. Бірақ кеше түн болып қалды, кеш болып қалды. Түн болған соң болмайды ғой шаш қырқуға, поэтому қазір қырқаймын. Мен шашымды емес, то есть немді, кекілімді. Как көресіздер. Ой, га. Енді қаш керек. Кішкентай бөлігін қиып көрейік.
О май год. О май год, мен не істедім. Мен неше қуатыным бар анда-санда. Мен нормально шықпай қалса көзім ашиды, и потом пекерге қайтып деп отырамын. Қорқыпты. Мен негізі ше қуам ше. Жоқ, не үшін қиып жатырмын, менің құрметіне. Өзім білмеймін ше. Короче, достар, мен сондай көтауыр адаммын да. Именно сабаққа баратын кезде шашымды қидым да. Сондай тупой адамды көрдіңдер ма? Ну, короче, пофиг, потому что уже все. Өсіре алмайсың мұны бір секундта. Поэтому біз қазір осы сумкамды жинайтын боламыз. Короче, мен бұл сумкаға дұрыс киімдерді саламын ғой. Мынандай бірінші осындай аяқ киім саламыз дұрысыға. Потом трико. Бүтін киетін. Саламыз. И потом соңғысы осындай футболка. Енді бұл жаққа басын тіпті в общем, бұл да ішінде осындай болып тұр. И біраз оңғы жұмамыз. И мына, естественно, өзін шығамыз. Мына қысқа қылуға болады негізі. Не, ұзын қылуға да болады. И мен қазір уже киім таңдай бастаймын. Потом, потому что мен тиктоктан түсу керекпін. Или не буду, короче, посмотрим. Маған күнде бір киімді кие беріп шашамадым ба дейтін адамдар бар ма? Айтыңдар, басқа киімге ең құрсалған. Если бы можно было шалбар киюге, менде көп образ болушы еді. Бізде нафиг абай рұқсат бермейді, адам не рұқсат. Мен негізі кешеден бері, яғни пандемиядан бері бір образы екі кидім. Это для меня вот. И мен негізі киімдер бар ғой, образ дайындайтын. Соларды кигім келеді, әртүрлі киімдер ше, күнде. Вот сондықтан да бүгін мына юбкамның сыртынан негізі костюм киетінмін да. Бірақ бүгін жилетка киейін деп шештім, көрейін деп шештім, қалай болып тұратынын. Нормально болса кием ғой. Вот. И вот солай, осылай бара берем. Басқаша образ зато. Достар, мен шашымды жөндедім, және де бантик тағып алдым. И вот такой у меня образ. Мен осындай сумка ұстаймын и артыма рюкзак. Правда, потому что это продолжаешь, короче. Артқа мән бермей қойыңыздар. В общем, у меня такой лук получился. Оцените, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі видеоны лайк басыңыздар. Всем пока!